Сәлем достар, сіздермен бірге Мадина. Біз бүгін өте дәмді, үлпілдек, жұмсақ, керемет сүзбе қосылған булочка дайындаймыз. Творог қосылған. Ол үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге қажет заттар сүт, тұз, қаймақ, қант, ашытқы, май және ұн қажет. Жылы сүтімізді ыдысымызға біразын құямыз. Құрғақ ашытқымызды саламыз. Ашытқы міндетті түрде балғын болған дұрыс. Қантымыздың біраз бөлігін салып, жақсылап араластырамыз. Бетін жауып, 10 минутқа қойып қоямыз. Бізде 10 минут уақыт өтті, жақсы көпіршіп осылай көтерілді. Қалған қантымызды тұз, май және қаймақ саламыз. Бұл булочкаға ешқандай жұмыртқа салмаймыз. Жақсылап араластырамыз, қантымыз ергенше. Ұнды електен өткізіп қосамыз. Електен өткізген маңызды. Електен өткізгенде ұнның арасына ауа кіріп, біздің қамырымыз жақсы көтеріледі. Қалған жылы сүтімізді осылай құйып, басында қасықпен илейміз. Қамырымыз сол кезде жұмсақ болып шығады. Қалған сүтімізді құйып, қолымызбен жақсылап қамыр қылып илейміз. Мінекей бізде жұмсақ, өте жақсы қамыр пайда болды. Қалған майымызды осылай кішкене құйып, ыдыстың ішіне қамырымызды салып, оның үстіне де біраз май құйып, осылай майлап қоямыз. Бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Салмасында менде сүзбе, творог ыдысымызға салып, қант саламыз оның үстіне. Және ванильный сахар салдым мен. Дәмі шығып, өте дәмді болады, ванильный сахар салсаңыздар. Жақсылап араластырамыз. Мен мейіз салдым. Мейіз қалауларыңызға қарай салсаңыздар да, салмасаңыздар да болады. Менің алдыңғы видеомда мейіздің пайдасы жөнінде айтқан болатынмын. Қамырымыз жақсы көтерілді. Бізде 40 минут уақыт өтті. Енді алып осылай қолымызбен жаямыз. Неке толық жайып бітті. Енді бөлме температурасындағы сары майды осылай бетіне жағып шығамыз. Оның үстіне салмамызды саламыз. Сіздер қалауларыңызға қарай творог салсаңыздар болады, варенье салсаңыздар болады, жем салсаңыздар болады. Әркімнің өз қалауына қарай. Осылай тегістеп жайып шығамыз. Видеодағыдай бір шеттен бастап осылай ораймыз. Шетінен кесе бастаймыз.
Қараңыздаршы, өте әдемі болып шықты. Осылай бір ыдысқа ұнды салып, осылай ұнға кішкене астыңғы жағын осылай жасап аламыз. Ол кезде біздің булочкаларымыздың ішіне салған салмамыз ағып кетпес үшін. Листтің үстіне пергамент қағазын төсеп, осылай орналастырамыз. Неге орналастырдым. Бетін жауып, 15 минутқа қойып қоямыз. Бір жұмыртқаны алып, оның үстіне бір ас қасық сүт құйып, жақсылап араластырамыз. Бетіне жағып шығамыз. Сіздер тек сүт жақсаңыздар да болады, жұмыртқа жақсаңыздар да болады, қалауларыңызға қарай. Неге толық жағып шықтым. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут пісіреміз. Мінекей біздің булочкаларымыз дайын. Қараңыздаршы, қандай керемет. Мен үстіне осындай сахарный пудра септім. Қазір көрсетемін. Қараңыздаршы, асты да үсті де қып-қызыл толық пісіп шықты. Біркелкі болып. Жұмсақ, өте дәмді. Сіздер де үй жағдайында жақындарыңызға, балаларыңызға осылай дайындап беріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, колокольчикті басып қоюды ұмытпаңыздар.